NASA, SpaceX, Boeing сияқты әлемдегі таңдаулы бірегей бірлестіктердің бірі, және оның ең табысты құрылым деп айтуға болады. Тіпті әлемдегі көшбасшы мемлекеттер дәл осындай NASA, НАТО сынды ұйымдармен ақылдасуға мәжбүр. Ендігі кезекте қыруар материал сақтап отырған, өз кезегінде аспан денелерін бақылап отырған NASA-ның қандай да бір адамзаттан жасырған құпиялары бар деп ойлайсыз ба? Бұның бәрі мүмкін. Сәлем достар, сіздермен бірге Skavron арнасы бүгін интернетті шулатып жүрген NASA-ның бірер құпиялары туралы ойласатын боламыз. Алайда бұл құпиялардың шын немесе өтірік екенін біле алмаймыз. Сонымен видеомызды бастайық, ал сіз лайкпен қолдап жіберіңіз. Сіздерге серіктесіміз Казах Channel арнасын ұсынамын. Күн сайын сізге міндетті түрде ұнайтын видеолар шығаратын бұл арнаға жазылғаныңыз дұрыс. Ең маңыздысы сапалы монтаж және әдемі дикция. Скрепка операциясы. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германия өздерінің ұзаққа ұша алатын ракеталар бойынша алдына жан салмайтын. Екінші дүниежүзілік соғыс біткен кезде ақш пен кеңес үкіметі арасында осы ракеталарға деген қызығушылық пайда болды. Американың қызыққаны сонша, соғыс аяқталғаннан соң тірі қалған фашистермен одақтасып, NASA-мен бірге неміс ракетасы Фау-2-ның өз нұсқасын жасаған. NASA ұлдарға арналған клуб. Американдықтардың беймәлім фигуралар киносында NASA туралы көрсетеді. Осы киноның сюжеті бойынша NASA ол ұлдарға арналған клуб сияқты, яғни қыздар еңбек жасаса да көп атақты ұлдар алады. Сюжет бойынша 3 афроамерикандық әйел NASA-да жұмыс жасайды. Нил Армстронгтың командасын айға жөнелту кезінде өте көп еңбек атқарған бұлардың аты аталмай қалады. Және шынында да шын өмірде де NASA-дағы атақтың, танымалдылықтың көбісі ұлдарға бұйырады. Соңғы кездері әлем елдерінде NASA-ның ең күшті телескоптарында, мысалға алғанда Хабблда толық информация бермейді деген қауесеттер шыға бастады. Және NASA осындай кейбір телескоптармен болатын тікелей эфирлерді өшіріп тастаған болатын. Олардың себебі мына бейнелердегі біртүрлі ұшып жүрген объекттер, және оларды орбитадағы қоқыс деп айтуға қиындау. Онда не болды екен? Марсоход. NASA өз марсоходтарымен танымал. Жақында Илон Масктың да марсоходтары NASA марсоходтарымен бәсекелесетін болады. Ал мына Марстан түсірілген бейнелерге сену қиындау, өйткені Девонт Айленд. Канададағы бұл аймақ Марсқа қатты ұқсайды. Марстағы сияқты қызғылт топырақ және біртүрлі аспан. Осыған байланысты көптеген ғалымдар осындай біртүрлі суреттерді Девон Айлендта жасалған деп айтады. Киттің майын қолдану ертеректен адамдарға тыйым салынған болатын. Ал көптеген ғалымдардың айтуы бойынша, NASA өз ракеталарына киттің майын қолданады. Киттің майы 0 градустан төмен градуста қатып қалмайтын жалғыз табиғи сұйықтық. Ал біз синтетикалық алмастырғышты қолданып жүрміз деп жүрген NASA сөздері өтірік болса, демек жағдай шынымен де қиын. Сонымен достар, осындай қысқаша видеомыз соңына жетті. Егер сіздерде NASA құпиялары туралы естіп жүргендеріңіз болса, бізбен комментарий арқылы бөлісе отырыңыз. Және де Skavronның VK-дағы группасына жазылуды ұмытпаңыздар.